Assalamualaikum, құрметті көрермендер, сіздермен нұр берген. Бүгін біз бір 3 челлендж өтетін боламыз. Бақандай 3 челлендж өтетін боламыз. Бірінші бутылка лақтыру челлендж, осыны білетін шығарсыздар. Екіншісі спиннер. Ол спиннерді алдыңғы бөлімде біз посылкадан ашқан болатынбыз. Сондықтан осы ашқан спиннерімізбен біз бақан кем дегенде 3 түрі жасайтын боламыз. Ал үшіншісі қиындау. Осы 3 кітапты біз басымызға қойып 3 рет айналамыз. Бақандай 3 рет қиын болады. Осыны бөлімдерге бөліп оқимын. Оқимын деппін ғой. Бөлімдерге бөліп не істеймін? Орындаймын. Ендеше давайте. Біріншісі біз бутылка лақтыру челлендж деген болатынбыз. Қазір мына жақты дұрыс ойлаймын. Қазір тынышталыңыздар. Тұра тұрыңыздар. Сіздер үшін 1 секунд, біз үшін 1 сағат. Мінекей достар, біз мынаны алғанбыз. Кішкене су қойған болатынмын. Мінекей осыны біз тұрғызамыз. Көбісі біледі, көбісі білмейді. Бірақ білетіндер саны көп. Қызымнан дұрыстап қойып олайын. Жаңа дұрыс қойылмай қалды. Мағайдан білем бірақ. Біле беремін. Міне. Осыны біз тұрғызамыз. Міне. Мынандай тұрған жақсы сияқты. Осы былай қойып. Кешірім сұраймын. Мінекей. Осы қиын. Тезірек істей алмаймын. Тезірек істесем. Ондай программа жоқ. Программа ма білмеймін оны. Хабарымда жоқ. Мен ұқсайтын негізі ыңғайсыз. Бірақ күшті. Жақында мен посылка ашатын боламын. Посылка ашу үшін бізге AliExpress-тен программа керек. Сол программа менде бар. Бірақ ода бір оны айтты қоян. Одан да осы видеоға көңіл бөлейік. Бірақ менде көбінесе видео шықпай жүр. Енді менде 2-3-іміз сирек видеолар шығатын болады. Өткені мен бір Ақтөбеге тұрмын жарысқа. Сондықтан 2 күн ба 1 күн ба видео шықпайды. Өттіңіздер оған. Мен емес оған кәді. Осыны әлі тұрғызған жоқпыз біз. Қанақстай. Ойбай. Осыма кеп бітір. Қазір тұра тұрыңыздар. Бұл бәле қазір. Әрине шақ деп жүрген болатынмын. Өтірік анау тұрғызып тастады деп жүрмеңіздер. Мен ондай комментарияларды отмена қылтаймын, удалить қылтаймын. Бұлар маған керек емес. Маған жалынды жақсы комментариялар жазғандағы мың алғыс айтам. Және мен 2 деп таласып жігіттерге үлкен рахмет. Міне, біз осыны шақ деп істеген болатынбыз. Монтаждан көріңіздер неше істегенімді. Енді келесі екінші челленджға кеттік. Давайте! Екінші челлендж әрине осы спиннермен болады. Спиннермен кем дегенде 3 түрік жасайтын боламыз. Жаңа ғана оңайдан шыққан болатынмын. Ендеше бірінші түрігіміз бәрі білетіндей оны бір қолда ұстау. Негізі ол оп-оңай, мен бәрін білем. 5 түрік жасайықшы. 3-ақ түрік негізі ашсақты. Міне, достар, біріне де ұстап тұрмын. Қатты айналады, кеше көргендеріңіздей. Неше минут айналды. Міне,
бірінші түрегіміз орындалды. Екінші түрегіміз әрине ол осы спиннерді осы қолдан мына қолға алмастыру. Сонда да айналып тұру керек ол. Міне. Айналған жоқ. Негізі екінші түрі ондай емес. Мұның 6-шы түрі еді. Мені 10 түрі жасайын деп едім, бірақ қиын болғаннан кейін 5 түрі дедім. Осыны орындайлық деп санай берейік, аттан оқиын. Келесі түрімізге кеттік. Достар, мен челленджі өзгерткен болатынмын. Челленджді кетіріп, мұны челленджі осы міне. Осыны тұрып, алдыңғы бөлімдегі секунд таймермен қарап тұрып, 1 минут тайма айналдырамыз. 1 минут тай емес енді. 1 минут айналдайық, мен күтеміз. 1, 2, 3. Қолсадағы да біріншісінен бастаймыз. 1 секундтан бастаймыз. 1 минут. Мақтап кеткен сияқтымын, тұр! Басынан бастаймыз тағы. Анжетті қояйын. Неге достар? Құрамай қойын. Әңгімелеспейді қояйын. Сол секунд. Сіздер күттіп састып қойын десем, сенбей қайтып қорықтым. Тұрақты көрермендерім болсаңыздар, лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Не 40 секунд болды уже. Давай. Қиын болып отыр маған. Жағыдан да қиын сияқты бір ой. Вообще қиын ғой. 50, 52, 54 секунд, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Достар, шақты піседі. Неге достар, видеоны лайктаңыз, дәл қазір басыңызда өте керемет болды деп ойдамын. Осы челленджді, осы өсті біз сіздер білетіндей блогер Баку каналына жіберетін боламыз. Бағдат, негіз оның үшін аты Бағдат қабылдасаң қабылда. Осы Бағдат блогер Бакуның каналында енді осыған бір не шығар бөлімге бөлек, енді мен сияқты бір видеоға сыйдырады. 3 челленджді бір видеоға сыйдыру мүмкін емес, бірақ мен мүмкін қылдырдым. Видео ұнаса лайктаңыз, дәл қазір басыңыздар, мен тұрақты көрермендерім болсаңыздар, жақсы комментарияларыңыздан мені қуантыңыздар. Ендеше давайте. Давай.